Тоғыз ат. Аңыз әңгіме. Аңыздың желісіне жалпы түркілік тарихи танымдар мен тоғыз құмалақ ойыны арқау етілді. Есте жоқ ескі заманда Ақ Орда мен Көк Орда аталған туыстас екі мемлекет болыпты. Екі елдің халқы тілі жағынан да, дәстүрі мен өмір салты жағынан да өте жақын екен. Бірақ екі хандық арасында ылғи да дау туындап, араздастық жиі орын алыпты. Екі халықтың да рухани атасы саналған егіздің сыңарындай Ақ би мен Көк би есімді абыздары бар еді. Оларға екі елдің халқы дау әбден шегіне жетіп, дағдарған жағдайда хандарын да тыңдамай, билік айттырып, төрелік орнатуға жүгінеді екен. Бір күні Ақ Орда Көк Орда арасында кезекті рет жағдай ушығып, бауырлас халықтардың соғысы тағы тұтанатындай ахуал орнапты. Тіпті бұл жолы екі орданың бірі құлап, бірін-бірі алапат қырғынға ұшырату қатері төніп, саяси жиындардың арты әскери дайындыққа ұласыпты. Алдын ала бұл жағдайды көрегендікпен біліп отырған Ақ би мен Көк би қос абыз өзара күнде келісіп, бейбіт күнді орнатуға бас қатырумен болыпты. Бірақ әбден қартайған, бұрынғыдай қуаты мен қайраттары жоқ, халықтары тыңдаудан қала бастаған қос қария өздерінің екі елге билік айтып, араздыққа араласу мүмкіндігінің азайғанына налып, екеуі қол ұстасып дала кезіп кетеді. Екі елдің халқы қос абыздың бұл әрекеттеріне таң қалғанымен, аса қатерлі уақыттың таянғанын біліп, тау-тас кезген қос ақсақалды іздеуге мәжбүр болыпты. Бірақ екі қарияда елдеріне қайтудан бас тартып, құты мен берекеті қашқан екі елдің бірін-бірі қырған көру бізге таңсық емес. Бармаймыз, бірің өліп, бірің қалыңдар. Біздің өлер шағымыз келді. Сендерге біздің ақылымыздың да, төрелігіміздің де керегі жоқ. Мазаламаңдар, жаратқанға алаңсыз қайтуға кедергі жасамаңдар, десіпті қос абыз еңіреп отырып. Екі жақтың билері мен қолбасшылары не істерін білмей күмілжіп, жер шұқып отырып қалыпты. Бір жағынан хандарына бос баруда абыройсыз іс еді. Сол кезде екі қарияның шөберелері сөз сұрапты. Олар өзара құрдас, бой жеткен мен ер жеткен екен. Қайтпасаңыздар біз де осы арада қаламыз. Бір-бірін қырған ел мен қырғызатын ел басшыларының қанішер қылығына куә болғымыз келмейді. Ұлы бабаларымыздың соңғы күндерін аялап, сауаптарын алғанымыз біз үшін бақыттың басы, депті қызбалана Ақ Ордалық бозбала. Көк би абыз шөбересіне қарап сөйле дегендей ым қағыпты. Сонда қызбала екі жақтың төрелеріне қарап, ең болмаса абыздарға соңғы төрелік айтқызайық, депті. Жауласқан екі тараптың төрелері хандарына кісі шаптырып, солардың келісімін сұрапты. Абыздардың бұл қылығы әскерге де, халыққа да үлкен ықпал екенін ұққан екі елдің хандары да абыздарға соңғы билік айтқызуға амалсыз көніпті. Сонда қос қария екі жақтан 9 күн мұрсат сұрапты. Ол заманда бұл елдер Тәңір деп көкке табынған, оның ұлы деп күнді, қызы деп айды пір тұтқан екен. Әсіресе 9 саны екі елге де аса қатырлы әрі табыну белгісі болыпты. Тоқ іс аталған бұл сан Тәңірдің толыққанды әрі кемел құбылысының нышаны танылып, әр айдың 9-ға қатысты күндері қасиетті саналып, сыйлық пен жүлдеге дейін 9 санымен өлшеніп, туған нәрестенің шілдеханасы мен өлген қарияның жаназасы да 9 санымен безбенделген ғұрыптардан тұрыпты. 9-дық таным қос халықтың да дәстүріне сіңген, қастерлі санға айналса керек. Ежелгі сол ғұрыпты дәріптеген Ақ би мен Көк бидің 9 күн мұрсат алуында сол мән бар еді. Және оған елдерінің қарсы тұра алмайтынын да қариялар ескерсе керек. Сөйтіп жандарына өздерінің шөберелерін ас су қамдауға қалдырып, бір күркені тіктіріп, 90-ға келген қос абыз 9 күн бойы толғаныпты.
шешімге келген қырбасына тігілген күркенің төбесінен будақтайтын түтінмен белгі беретінін айтыпты. Бірақ қариялар екі елдің саясатына толғанып бас қатырмапты. Екі елді мәңгіге біріктіру арқылы ғана бітпес дауды жою мүмкін екенін ескеріпті. Қос абыз бар білімі мен біліктерін ортаға салып, егіз елді соған жеткізетін ойын ережесін ойластырған деседі. 9 күн біткесін түтін түтетіп белгі береді. Екі жақтың игі жақсылары жиналып, қос абызға құлақ түріпті. Қариялар екі тарапқа ойын ережесі ұсынылатын. Сол ережемен екі жақтан есепке жүйрік екі адам шығып, екі елдің атынан ойнайтынын айтып, сол ойынның шарты бойынша қай ел ұтса, жеңіс соныкі болады деп кесіпті. Бірақ екі елді біріктіріп басқаратын ханның қай жақтан сайланатынын осы ойынның нәтижесі шешіп беретін болады. Әгер әкей ойын тең ойналса, хандар бір мерзімді екіге бөліп басқарсын дейді. Осыған келіссе, ғана ойынның ережесін жария ететінін айтыпты қос данышпан. Абыздардың бұл үкімі хандардың ашу-ызасын туғызғанымен, халықтың көкейінен шығып, екі тараптың бұқарасы босқа қырылудан бас тартып, ойын сайысына ден қойыпты. Жастар жағы қызық үшін ойын ережесін білуге ынтығыпты. Бірақ екі жақтан да адам шығару мәселесі тұйыққа тіреледі. Есепке жүйрік талай адам бас тартып, хандарының қаһарынан қорқып шықпай қойыпты. Сонда әлі де өздерінің екі елдің азамат екенін мойындатқан ақ би мен көк би, елдерінің бейбітшілік үшін ғұмырларының соңғы күндерін екі тараптың ойыншысы болуға арнап, бір-біріне қарсы ойнауға келісіпті. Ақсақалдар жұртқа ойын ережесін жариялап, қамданғанда, ұлы дала алып, ойын тақтасына айналып шыға келіпті. Кең жазыққа Ақ-Орда хандығына қараған 9 тайпаға 9 отау, оған қарсы жаққа тізбектей Көк-Орда елінің 9 көк отауы тігіледі. Екі тараптың ортасын ала, Ақ-Ордалық алып ақ шатыр және Көк-Ордалық көк шатыр тігіліпті. Бұлар екі жақтың ордасын білдіретін нышан болыпты. Әрбір отауға 9 аттан, бір елдің тарабына барлығы 81 ат байланыпты. Қомдалған ақ нардың үстіне отырған ақ би мен көк нарға жайғасқан көк би, абыз жеребемен ұлы ойынды бастап кетіпті. Солдан оңға бағытталған ойын ережесі бойынша жүріс басталған отауда бір ғана ат қалдырылып, қалғанын оңға қарай орналасқан отауларға бір-бірден үлестіріп отырыпты. Жүріс кезінде ат үлестіру екі елдің отауларына да тиесілі болады. Бірақ соңғы ат байланған қарсы жақтың отауындағы жылқы саны жұп болса, сол отаудағы барлық жылқылар ойнаушы жақтың шатырына қамалыпты да сол орданың қазынасына жатқызылыпты. Қос абыздың ойлап тапқан ережесі барынша әділ әрі айқын болғандықтан ешкімнің күмәні боларлық ойын ережесі бұзылмапты. Ойын барысында қарсы тараптан әр ордаға бір отаудан тиетіндей түздік ережесі енгізіліпті. Ол бойынша әрбір тарап өздерінің 9 отауына қоса қарсы жақтағы отаулардың біріндегі байлаулы екі атқа өзінің жылқысы қосылып үшеу болғанда, сол тарапқа 10-шы отауға ие болу мүмкіндігі ашылыпты. Бұл түздік отау арқылы өткен әрбір жүріс сайын бір жылқыны осы отау жақтың ордасына байлау міндеттеледі. Жүрісті ақ би бастап, көк би қостаған ойынды ауыздан ауызға жеткен мәлімет бойынша қос қария 9 күн ойнапты деседі. Басында ұта бастаған ақ биді түздік алған көк би қуып жетіп, мол жылқыға ие болғанын көріп, Көк-Орда ханы шаттана бастағанда, Көк-Ордалықтар отауындағы ат түгесіліп, ойынды бітіруге тура келеді. Ереже бойынша Көк-Орданың 9 отауындағы жылқы таусылып, ат сұрайды да, Ақ-Ордалықтар өз отауларындағы аттарын жинап, ереже бойынша ақ шатырға айдап кіргізеді. Енді Ақ-Орда ханы өзінің жеңгеніне күмәні қалмапты. Алайда санақшылар мұқият 9 рет санап шықса да,
Екі жақтың шатырында жиналған аттардың саны тепе-тең болып шығыпты. Екі жақта да 81-ден барлығы 162 ат. Хандар ойын ережесіне амалсыз бағынады. Жарты жыл Ақ Орда ханы, келесі жарты жылды Көк Орда ханы билеуге халықтық шешім шығады. 9 күн бойы жұртшылығы үшін барын салып, әбден қажыған Ақби мен Көкби абыздар 13 күні уәделескендей төсек тартып жатып, бір уақытта қайтыс болыпты. Екі қарияны екі ел бірігіп, жаназа тұтып, бір төбеге жерлепті деседі. Сол төбе әлі күнге Қос абыз аталады. Ал қариялар қайтыс болғаннан кейінгі бір жыл өткен соң, олардың қос шөбересі үйленіпті. Көп ұзамай бірі хан, екіншісі ханша болған жас жұбайлар 9 ат аталған қағанатты басқарып, кемеліне келтіре нығайтқан көрінеді. Кейін сол оқиғаның негізінде 9 ат ойыны дүниеге келіп, жас кәрінің сүйікті ермегіне айналыпты. Оны бүгінде қалпына келтірген қазақ жұрты 9 құмалақ, қырғыздар 9 көргел атап ойнап жүр.